Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Тенгри командасы және де бұл First Insight by Tengri подкасттар сериясының тағы да бір бөлігі. Бүгінгі подкастта біз сіздермен инженерлік портфолио туралы сөйлесеміз. Менің атым Дариға. Мен Тенгри командасының инженерлік портфолиосын жасауға жауапты дизайнермін. Және де бүгін мен сіздерге First Tech Challenge санатының жарыстарына қатысуға керекті арналған, бағытталған инженерлік портфолио жасаудың көптеген түрлерін, яғни инженерлік портфолио жасауға арналған нұсқаулықтармен бөлісетін боламын. Ең бірінші нұсқаулық, мен бүгін бірнеше нұсқаулық дайындадым, және олардың біріншісі ол инженерлік портфолио жасауға шабыт. Яғни инженерлік портфолио дегеніміз не? Инженерлік портфолио дегеніміз ол команданың роботының әрбір деталін сипаттайтын және әрбір детальдің роботқа не үшін қосылғанын, оның орындайтын функциясын және оның мақсаты неде екенін түсіндіретін толыққанды документ, яғни құжат. Және де бұл құжатта сіздер роботтың механикалық жағын ғана емес, роботтың механизмдерін ғана емес, сонымен қатар код, программирование сынды тұстарында сипаттайтын боласыздар. Ал инженерлік портфолио жасау үшін көп қазақстандық командалар шабыт алу мәселесімен кездеседі. Ал шабыт алу үшін менің ең бірінші нұсқаулығым Discord әлеуметтік желісі арқылы. Discord әлеуметтік желісін қолдану ешкімге жаңалық емес деп ойлаймын. Discordта арнайы First қауымдастығының каналы бар. Ол қауымдастықтың аты Unofficial First Tech Challenge. Unofficial First Tech Challenge каналында сіздерде тек қана инженерлік портфолио жайлы емес, сонымен қатар программирование, яғни бағдарламалау, және механикал, роботты құрастыру, Inspire Award, Connect Award, Think Award және басқа да марапаттарға арналған арнайы каналдар бар. Яғни бір канал тағы да бірнеше каналға бөлінген. Және де осы каналдардың арасында инженерлік портфолио айтты каналда сіздер басқа да, яғни шетелдік, америкалық немесе канадалық және де басқа да елдердің командаларының мүшелерімен танысып, олардың жеке чатына жаза аласыз, және олар жеке чатқа сіздер жазсаңыз, сіздерге әрдайым көмек беруге дайын. Мысалы, мен Тенгри командасының инженерлік портфолиосын жасау үшін осы канал арқылы американдық және канадалық командалармен байланысып, олардан бір өте пайдалы сайттың сілтемесін алдым. Ол сайттың сілтемесін де айтамыз, және ол сілтемені сонымен қатар Discordтағы каналға сілтемені де осы видеоның астында қалдыратын боламыз. Ол сайттың аты portfolios.hivemindrobotics.net. Бұл американдық сайт, және бұл сайттың өте пайдалы, себебі онда сіздер өткен жылдардың, шетелдік командалардың өткен жылдардың 2018, 19, 20 содан бергі жылдардың портфолиоларын таба аласыздар, және бұл портфолиолар тек қана бір тізімде берілмеген, олар бірнеше категорияларға бөлінген. Мысалы, сіздер Inspire Award марапатын жеңіп алған портфолионы немесе Connect Award, Think Award, Design Award, Motivate Award сынды марапаттарды жеңіп алған, марапаттарға иеленген командалардың портфолиоларын көре аласыздар. Және екінші категория ол жарыстардың масштабы. Яғни бұл жерде сіздер портфолиоларды масштаб бойынша көре аласыздар. Бұл жерде аймақтық, яғни regional жарыстарға қатысқан командалардың портфолиолары бар, республикалық немесе national деңгейлерге жеткен портфолиоларды көре аласыздар. Және де ең маңыздысы, ең пайдалысы ол worlds, яғни әлемдік финалға квалификацияланған командалардың портфолиоларын көріп, немесе тіпті өздеріңізге жүктей аласыздар. Ал үшінші нұсқау бұл портфолионы жасаудың өзіне байланысты. Портфолионы жасауда көптеген қазақстандық командалар Canva инструментін, Canva сайтын қолданылады. Алайда Canva'да сіздерге ұсынылатын қызметтердің ассортименті өте аз, және Canva'дағы беттің форматы ол көбінесе презентация жасауға арналған инструмент қой, сондықтан беттің форматы 16:9 мөлшерге мөлшерленген, ал инженерлік портфолиоға басқа формат керек, сондықтан Canva емес, менің жеке нұсқаулығым Figma бағдарламасын қолдану. Figma бағдарламасы бұл кәсіби дизайнерлерге арналған бағдарлама, және бұл жерлерде, бұл бағдарламада сіздер өте көп қызметтерге қол жеткізе аласыздар.
және Figma арқылы портфолиоларыңызды жасасаңыздар, портфолионың түстері өте қанық, және сіздердің беттеріңізге сиятын элементтер саны шектеусіз. Сіздер өздеріңіз қалаған плагиндерді, фото эффекттерді немесе тіпті өзіңіз қолданып пішіндерді сала аласыздар. Және Figma арқылы сіздер толыққанды инженерлік портфолио жасап шығара аласыздар. Ал осымен менің айтатын нұсқаулықтарым аяқталды. Осы видеоны көрген және FTC санатына енді ғана кіріп жатқан командаларға инженерлік портфолио жасауда жетістікке жетуге тілектеспіз. Рахмет.